Мақсат Серікұлы Нұртаев ағаштан жасалған кішкентай сандықтың қақпағын күңгірт үнмен жауып қойды. Өткен шақ оны жіберер емес. Ол осы пәтердің әр бұрышында, әр тақтайында көздің қарашығындай сақталған ескі заттардың бәрінде тіршілік еткендей. 1985 жыл Сарыөзек қаласы оны көлік моторларының гүрілі мен трамвайлардың сықырлаған даусымен қарсы алды. Туған жері Қарабұлақ ауылына ұзаққа созылатын тылсым тыныштығынан кейін бұл дабыр құлақ тұндыратын. Бірақ дәл осы қарбалас оның бойына бұрын-соңды болмаған жігер мен батылдық құйғандай еді. Мақсат денесі мығым, қара жұмысқа әбден төселген жігіт вокзал алдындағы алаңда тұрып, үлкен қаланың ауасын құныға жұтты. Ол ауа ыстық асфальт иісін, бензиннің күйгенін және жанындағы дүңгіршектен шыққан тәтті тоқаштың қош иісін араластырып тұрғандай еді. Әкесі Серік Нұртаев оны пойызға шығарып салып тұрып, күртешесінің қалтасына бүктелген ақшаны салып жіберді де иығынан қағып: "Қала әлсіздікті кешірмейді балам, әулеттің атын жерге түсірме" деді қысқа ғана. Мақсат қиындықтан қаймықпады. Ол тері өңдейтін зауыттың бастапқы өңдеу цехына жұмысқа орналасты. Жұмыс ауыр, қажытатын еді. Үлкен кірпіш аңғардың іші шикі тері мен химиялық заттардың өткір иісіне толы болатын. Күн бойы тоқтаусыз гуілдеген өндірістік құрылғылардың кешке қарай құлағы бітеліп қалатын. Бір ауысымда ол иығымен тоннаға жуық жүк таситын. Бірақ кешке зауыт жатақханасына оралғанда жүрегін ерекше бір қуаныш кернейтін. Ол өзінің алғашқы адал еңбек ақысын тауып, өмірде өз орнын таба бастағанын сезінетін. Күз мезгілінде жұмыс бұрынғыдан да ауырлай түсті. Мақсат қыстық жылы пальтоға ақша жинау үшін қатарынан 2 ауысымда еңбек етті. Бір күні кешке автобусқа шаршағаннан аяқтарын әрең басып кіріп, терезе жанындағы қатты орындыққа отырды. Самайын салқын әйнекке тірей сала, мотордың дірілінен бірден қалғып кетті. Ұйқы арасында аялдамалардан бәсең дауыспен хабарланып жатқанын, есіктердің сықырлап ашылып жабылғанын естіп жатты. "Жігіт, ояныңыз!" Дауысы жұмбақ, бірақ сыңғырлаған таза үн естілді. Мақсат селк етіп оянып, көзін әрең ашты. Қасында тұрған қызды көрді. Автобус шамының көмескі жарығында оның ашық түсті шашы мөлдірленіп көрінетін. Үстінде қарапайым қалың пальто, мойнында жүн шарп. Қыздың әлсіз ғана серен гүлінің иісі сезілетін. "Сіз әдетте 2 аялдама бұрын түсетін едіңіз. Бүгін ұйықтап қалыпсыз" деді ол жай ғана жымиып. Мақсат сасқалақтап: "Рахмет, сіз қайдан білесіз" деді. "Біз бір бағытта жүреміз ғой. Мен сіздің зауыттың жанындағы тігін фабрикасында істеймін." Автобус тоқтады. Мақсат орнынан атып тұрып қызға қолын созды. "Мен Мақсат Серікұлы Нұртаев. Мен Айдана Ермекқызы Сейітова" деді қыз. Оның саусақтары нәзік, салқын еді. Сол кеште Мақсат Айдананың қыздар жатақханасына дейін шығарып салды. Сыртта алғашқы жұқа мұз қатқан аяқ астында сықырлап жатты. "Мен Қарабұлақ ауылынамын" деді Мақсат. "Қалаға әлі үйрене алмай жүрмін. Түнде аспан жарық, жұлдыз көрінбейді." Айдана үнсіз тыңдап келе жатып: "Мен жұлдыздарды ешқашан санап көрмеппін" деді баяу ғана. "Балалар үйінде өстім. Тереземіз қарсы қабырғаға қарап тұратын." Мақсат тоқтап қалды. Оның жүрегінде бір ерекше сезім оянды. Сол сәтте ол анық түсінді. Ол осы қыз үшін терезесінен кең аспан көрінетін үй салғысы келеді. Араға жарты жыл салып олар шағын ғана үйлену тойын өткізді. Аудандық ахат бөлімінде қарапайым түрде некелерін қиды. Айдана өз қолымен тіккен ақ көйлек киді, ал Мақсат жалғыз костюмін киді. Кешке жатақханадағы тар бөлмеде дастархан жайып, қарапайым тағаммен атап өтті. Картоп, тұздалған қияр, үй тағамдары. Әкесі келе алмаса да пошта арқылы 30 000 жіберді. Ол кезде бұл ауыл адамы үшін қомақты ақша еді. Көп ұзамай жас отбасы Сарыөзек қаласының шетінде орналасқан шағы бір бөлмелі пәтерге көшті. Екеуі тату-тәтті өмір сүрді. Мақсат қосымша жұмыс істеп, ауыр жүк тасып, әйелін ештеңеден тарықтырмауға тырысты. Айдана болса үйін ерекше ұқыптылықпен күтті. Терезе алдына гүл өсіріп, дастарханын таза ұстап, күйеуін әр кеште жылы асымен қарсы алатын. 2 жылдан кейін олардың өмірінде үлкен қуаныш болды. Қыздары дүниеге келді. Оған Дәрия деп ат қойды. Мақсат алғаш рет қызын қолына алған сәтте
өмірдің шынайы мәнін сезінді. Бірақ уақыт өте келе бұл бақытты өмірдің үстін белгісіз бір көлеңке баса бастады. Айдана жиі шаршайтын болды. Беті солғынданып, кейде ас үйде үнсіз отырып қалатын. Айдана дәрігерге көрінсеңші дейді Мақсат алаңдап. Ештеңе емес, жай асқазан деп жымиып құтылатын. Бірақ бір күні Мақсат жұмыстан ерте келіп, ас үйдің есігінде қатып қалды. Айдана раковинаға сүйеніп тұр екен. Қолдары дірілдеп, өзі қалшылдап тұр. Айдана, деді ол үрейлене. Қыз артына жалт бұрылды. Маңдайынан тер моншақтап ағып тұр еді. Айдананың тынысы жиілеп, үстірт тартып бара жатты. Демі жетпей тұрғандай. Ештеңе емес деп сыбырлады ол. Тез-тез өзін еркін ұстаған кейіп танытқысы келгенімен ерні еріксіз дірілдеп тұрды. Жай ғана ауырсыну. Қазір басылады. Мақсат оған жақындап келіп иығынан нық ұстады. Жұқа үй көйлегінің астынан соңғы айларда қаншалық әлсіреп жеңілдеп кеткенін анық сезді. Жинал, қазір бірден ауруханаға барамыз деп үзілді кесілді. Айдананың көзінде кенеттен үрей пайда болды. Ол басын шайқап шегініп кетті. Жоқ, ауруханаға апарма, Мақсат, өтінем. Ол ұзақ, машақаты көп. Мен дәрі ішемін, маған ауруға болмайды, түсінесің бе? Болмайды. Дауысы дірілдеп шарасыз сабырға айналды. Бұл сәтте оның ішінде отбасының анасы емес, баланың үйінде өскен қорғансыз қыз сөйлеп тұрған еді. Біреуге салмақ болудан тастап кетеді деп қорқатын. Сол баяғы қорқыныш қайта тірілгендей. Не айтып тұрсың сен? Менің әйелімсің, деді Мақсат жұмсартып айтуға тырысқанымен жүрегінде бір қараңғы, ауыр сезім күшейе түсті. Мен өзім-ақ шыдаймын, деді Айдана қатқыл үнмен. Ол бұрылып кранды ашып жіберді. Су сылдыры оның келесі сөздерін басып кетті. Бірақ Мақсат оның бүкшиіп қалған дене бітімінен бәрін түсінді. Мен сендерге, сен мен Дарияға жүк болғым келмейді. Сол кезде Мақсат кері шегінді. Бұл оның өміріндегі ең үлкен кешірілмес қателігі еді. Ол әйелінің жалған қайратына сенді. Екеуін де алдауға жол берді. Айдана бұрынғыдай дәріханадан алған ауырсынуды басатын дәрілерді ішіп, шөп тұнбасын қайнатып, күн сайын бар күшін салып, бәрі жақсы деген жалған көрініс жасаумен болды. Қызымен ойнап, таныс қыздарға көйлек тігіп қою, дәмді борщ пісіріп, үй ішін баяғыдай жылылыққа толтыруға тырысатын. Мақсат кешкісін баспалдақпен көтерілгенде-ақ ол тамақтың иісін қарсы алатын. Ал түнде Мақсаттың жеңіл ұйқысының арасында ол әйелінің дыбыс шығармай орнынан тұрып, ас үйге кеткенін талай рет сезетін. Айдана қараңғыда ұзақ уақыт үнсіз отыратын. 1992 жылдың көктемі таяп келе жатты. Бірақ сол жылғы қыс ұзаққа созылып, ызғарлы желі мен толассыз борандары Сарыөзектің көшелерін қара көміп тастаған еді. Сол сұрғылт суық таңдардың бірінде Айдана төсектен тұра алмады. Мақсат оянғанда үй ішіндегі үрейлі тыныштықты бірден сезді. Әдетте бұл уақытта Айдана ас үйде ыдыс сылдыратып бір әуенді ыңылдап жүретін. Ал бүгін тым-тырыс. Айдана шалқасынан тік жатқан күйі қозғалмай жатыр екен. Әдетте жанды мейірімге толы жүзі енді қатып қалғандай көрінді. Тынысы әрең білінеді. Үзік-үзік. Мақсат оның қолына абайлап дегенде денесі мұздай әрі дымқыл екенін сезді. Айдана көзін әрең ашты. Оның жанарындағы терең азапты көргенде Мақсат шошып, артқа шегініп, орындықты құлатып алды. Мақсат, деді ол сыбырлап, даусы күзгі жапырақтың сыбдырындай әлсіз еді. Жедел жәрдем шақыр, енді керек сияқты. Мақсаттың үрей тұмшылап кетті. Ол дәлізге жүгіріп шығып телефон дискісін дірілдеген саусақтарымен әрең айналдырып мекенжайды қайта-қайта шатастырып айтып жатты. Бөлмеге қайта кіргенде төсектің жанында тізерлеп отыра кетті. Көрші бөлмеде 4 жастағы Дария оянып жылай бастады. Шыда жаным, қазір келеді деп сыбырлады Мақсат. Әйелінің мұздай қолдарын ысқылап, дәрігерлер көмектеседі. Бәрі жақсы болады. Айдана басын баяу шайқады. Ол Мақсатқа ерекше анық, ерекше сабырмен қарады. Бейне бір ауырсыну бір сәтке шегініп, оның орнын тағдырды үнсіз қабылдау басқандай еді. Комодта, деді әлең ол. Салфетканың астында хат бар. Қандай хат? Кейін айтарсың, бәрін кейін айтамын, деді Мақсат түсінгісі келмей. Айдана көзін жұмды. Ернінде баяғы таныс, ұяң кешірім сұрағандай жылы жымиыс пайда болды. Өзінің емес, өзгелердің қамын көбірек ойлайтын адамның жымиысы.
Сол сәтте жедел жәрдем келді. Қалың матадан тігілген күртеше киген екі ер адам бөлмеге ауыр қадаммен кірді. Камфора мен спирттің өткір иісі үй ішінің бұрынғы жайлы иісті бірден ығыстырып шығарды. Фельдшер Айдананың жанына еңкейіп, құрал сайманын ашты. Мақсат есік жақта тұрып қалды, саусақтарының ұшына дейін жансызданып кеткендей. Көрші бөлмеде Дария кілем үстінде үнсіз отырып, ағаш текшелерді реттеп отыр еді. Ол ештеңені толық түсінбесе де, үйдегі бір өзгерісті сезіп тынып қалған. Фельдшер қолбағын шешіп, Мақсатқа ауыр көзқараспен қарады. Кеш қалыпсыз, деді ол бәсең ғана. Перитонит, асқынған жара болуы мүмкін. Неге ертерек әкелмедіңіз? Мұндай ауырсынуда адам апталап көтере алмайды. Бұл сөздер Мақсаттың жүрегіне найзадай қадалды. Ол жай ғана орындыққа отырып қалды. Неге апармады? Өйткені ол сенді. Өйткені әйелінің жұмсақ сөзіне иланып қалды. Өйткені ол қорқып өскен жанның ішкі күйзелісін түсіне алмады. Сол сәттен бастап бұл күнә оның өмір бойғы жүгіне айналды. 3 күннен кейін қарапайым үнсіз өткен жерлеуден соң көршілердің көңіл айтуы тоқтағанда Мақсат бос қалған пәтерде жалғыз қалды. Ол комодқа жақындады. Салфетканың астында шынымен хат жатыр екен. Қағаздан Айдананың таныс жұпар иісі аңқып тұрды. Мақсат конвертті қолына алды, бірақ ашпады. Оны ағаш сандықтың ең түбіне тығып қойды. Өйткені ол хаттың әр сөзіне өзіне үкім болатынын сезді. Арада 3 жыл өтті. 1995 жыл Сарыөзек қаласында бүкіл ел сияқты қиын кезеңді бастан кешіріп жатты. Зауыт жұмысы тұрақсыз, жалақы кешігіп беріледі. Мақсат жұмысынан айырылмау үшін бар күшін салды. Дария Мақсатқызы Нұртаева зерек, сабырлы қыз болып өсіп келе жатты. Әкесі оны ерекше, тіпті кейде шамадан тыс қорғаштайтын. Балабақшаның есігіне дейін өзі апарып, пальтосының түймелері иегіне дейін тығылғанын тексеріп, қыздың болмашы жөтелінің өзінен селк етіп шошитын. Айдананың қалай кенеттен жоғалса, дәл солай қызынан айырылып қаламын деген қорқыныш оның санасына мықтап орнығып алған еді. Күздің бір ызғарлы кешінде Мақсат жұмыстан қайтып келе жатты. Автобус іші жартылай бос. Лай шашыраған әйнектің ар жағында көмескі шамдар мен сұрғылт көпқабатты үйлер сырғып өтіп жатты. Іште бензиннің иісімен ылғал сасығы араласқан ауыр ауа тұрды. Мақсат көзін жұмып, мотордың бір сарынды гуылын тыңдап отырғанда, күртешесінің жеңінен біреу ақырын түртіп қалды. Ол көзін ашты. Жанында 10 жас шамасындағы бір бала тұр екен. Үстіне өзіне үлкендеу қара көк күрте, астынан ала-құла жейдесінің жағасы көрінеді. Аяғында тозығы жеткен етік. Аға, деді бала жай ғана, бірақ жалтақтамай. Маған 50 теңге беріңізші. Өте ұялып тұрмын, бірақ үйде тамақ жоқ. Әкем мен шешем 3 күннен бері ішіп жүр. Мақсат үнсіз қалды. Баланың жүзіне қарады, жіңішке, мойны кең жағадан шығып тұр. Кенет есіне Айдананың балалар үйіндегі аштық туралы айтқан сөздері түсті. Ол үндемей қалтасынан әмиянын шығарды. Ішінде авансқа дейін жететін соңғы ақша. Дарияға қысқы етік алуға жинаған 50 теңге ғана бар еді. Мақсат сол ақшаны алып балаға ұсынды. Сосын рюкзагын ашып, ішінен зауыт асханасынан алған көкнарлы тоқашты шығарып, оны да баланың қолына ұстатты. Ал балам, мұны да ал, қарың тойсын, деді. Бала ақшаны жұдырығына қысып тоқашты күртесінің ішіне мұқият салып қойды. Рахмет сізге, мен міндетті түрде қайтарамын. Менің атым Ілияс, мен сізді ұмытпаймын. Автобус тоқтады. Бала сыртқа атып түсіп, кешкі қараңғылық пен майда жаңбырдың арасымен көзден ғайып болды. Мақсат басын шайқады. Қандай қарыз болуы мүмкін бұл баланың? Бастысы бүгін аш қалмаса болды. Ол терезеден теріс қарап, жарты сағаттан кейін үйіне кіретін. Дарияның жүгіріп шығып қарсы алатынын ойлап, көңілі жылып салап берді. Сол сәтте оның әлемі тағы да шағын, бірақ қауіпсіз шаңыраққа айналатын еді. Мақсат бұл 1 минуттық кездесу жылдар өткен соң бүкіл өмірін төңкеріп жіберетінін әлі де білмейтін. Уақыт зымырап өтті. 2002 жыл. Сарыөзек қаласы өзгеріп жатты. Көшелерде жаңа дүкендер, неон шамдар пайда болды. Адамдардың қолында ұялы телефондар көбейді. Ескі трамвайлардың орнын шағын маршруттық көліктер баса бастады. Ал Мақсаттың үйінде уақыт тоқтап қалғандай еді.
Дария бойжетіп 15 жасқа толды. Ол марқұм анасына қатты ұқсайтын, нәзік иық, жұмсақ жүз, ашық түсті шаш, бірақ көзқарасы әкесінікі, тік, салмақты, терең. Ол тұйық, тәрбиелі қыз болып өсті. Әлемі мектеп, кітапхана және үйдің 4 қабырғасымен шектелетін еді. Мақсат оны соншалық қорғаштады. Бұл кейде қамқорлықтан гөрі жасырын шектеу сияқты көрінетін. Әке, қарашы, бүгін қандай әдемі кеш, деді Дария терезеге маңдайын тіреп. Сыныптастарының бәрі серуендеп жүр. Мен де жарты сағатқа барып келсем бола ма? Мақсат үстелде кран жөндеп отыр еді. Бас көтермеді. Қараңғы түсіп кетті. Дария, көздің кеші алдамшы, суық тиеді немесе бірдеңе болып қалар. Үйде отыр, мен қазір бітіріп бірге шай ішеміз. Дария үн қатпады, тек ауыр күрсінді. Бұл дыбыс Мақсаттың жүрегіне қадалғандай болды. Ол қыздың өз қамқорлығынан қысылып жүргенін сезетін, бірақ қорқыныш бәрінен күшті еді. Бір ғана қате бәрін құртады. Сол себепті Мақсат қызын қуанту үшін оған көптен армандаған сыйлық алып беруді шешті. Жалақысынан жинап, жаңа велосипед сатып алыпты. Көк түсті, жылтыр, заманауи. Сол кеште велосипедті үйге әкелді. Дария көптен бері алғаш рет шын жүректен қуанды. Оның күлкісі сыңғырлаған қоңырауда естілді. Рахмет әке, қандай әдемі. Ертең мініп көрсем бола ма? Тек аулада ғана. Жарайды қызым, деді Мақсат жымиып. Ертең жексенбі көлік аз, бірге шығамыз. Таң тыныш әрі тұнық болды. Мақсат подъезд алдында отырып, Дарияның велосипедке отырғанын бақылап отырды. Қарапайым киімде, джинсы, жейде, бәрі әкесінің қалағанындай. Қыз аулада бір айналды, тағы айналды. Жел оның шашын тербеп, көзінде еркіндік деген қуаныш жарқырап тұрды. Әке, мен тек көшенің соңына дейін барып келемін, деп айқайлады ол. Жолға шықпа, байқа, деп Мақсат. Қыз қол бұлғап бұрыштан әрі асып кетті. Мақсат орнында қалды. Таңғы салқын денесіне өтіп бара жатты. Ауада дымқыл жапырақтың иісі бар. Кенет тыныштықты тежегіштің шыңғырған дауысы тіліп өтті. Бұл дыбыс жараланған құстың айқайында еді. Мақсат орнынан атып тұрды, жүрегі бір сәт тоқтап қалғандай болып, кейін қатты соға бастады. Мақсат үйдің бұрышынан жүгіріп өтті. Аяғының жерге тиіп жатқанын да сезбеді. Әлем көз алдында быт-шыт болып, үрейлі көріністерге бөлініп кеткенде еді. Көз алдында бірден түскені, аударылып жатқан көк велосипед. Оның алдыңғы дөңгелегі әлі де баяу айналып, құлаққа түрпідей тиетін сыбдыр шығарып тұр. Есігі айқара ашылған қара шетелдік көлік және Дария. Дария асфальт үстінде жатыр. Бір аяғы қисайып, табиғи емес қалыпта бүгіліп қалған. Ашықшасы сұр жолдың бетіне жайылып кеткен. Жүзі әппақ бордай боз. Дария, жан, Дарияшым, деп күбірледі Мақсат. Ол тізерлеп қасына отыра кетті. Қол тигізуге қорықты, бірдеңені бүлдіріп алам ба деп үрейленді. Дария айқайлаған жоқ. Ол әкесіне үлкен, түсінбей тұрған көзбен қарап жатты. Әке, деді ол сыбырлап. Дауысында ауырсыну емес, тек таңданыс қана бар еді. Мен сезбеймін, аяғымды мүлде сезбеймін. 40 минуттан кейін ол қалалық аурухананың суық кафельді дәлізіне жеткізілді. Мақсат операция бөлмесінің алдына ағаш орындыққа отырды. Саусақтарын бір-біріне қысып алған. Әр минут сағаттай созылып бара жатты. Ақ қалатты Мейірбике ары-бері жүр. Аяқ дыбыстары қабырғаға соғылып жаңғырып тұр. Бірақ Мақсат ештеңе көрмеді. Оның көз алдында тек бір нәрсе тұрды. Ашылмаған хат. Бұл жаза, бұл Айдана үшін. Сақтай алмадым. Енді қызымды да. Операция бөлмесінің есігі сықырлап ашылды. Іштен егде жастағы хирург шықты. Көздері шаршаған, маңдайында терең әжімдер. Ол маскасын баяу шешіп жатып Мақсатқа қарады. Мақсат бәрін сөзсіз ақ түсінді. Тірі, деді дәрігер қысқа ғана. Бұл ең бастысы, бірақ омыртқа жарақаты өте ауыр. Жүре алама, деді Мақсат қарлығып. Мүмкіндік бар, бірақ бізде емес. Күрделі операция керек. Одан кейін ұзақ, қымбат оңалту. Астана немесе шетелде. Қанша, деді Мақсат ауыр үнмен. Дәрігер атаған сома өте үлкен еді. Бұл бір адамның емес, бірнеше адамның өмірінің құнындай ақша. Уақыт өте маңызды, деді дәрігер жай ғана. Неғұрлым кешіксеңіздер, соғұрлым үміт азаяды. Кешке қарай ғана Мақсатты палатаға кіргізді. Дария әппақ көрпенің астында жатыр. Жұп-жұқа, фарфордай нәзік. Жанындағы аппараттар баяу дыбыс шығарып тұр. Әке, кешірші, деді ол әлсіз ғана.
Мен сені ренжіткім келмеген еді. Мақсат оның қолын абайлап ұстады. Саусақтары жылы, бірақ әлсіз. Тыныш қызым, бәрі жақсы болады. Мен бір амал табамын міндетті түрде. Ол сенімді сөйлегенімен ішінде мұздай бос кеңістік. Ол бәрін түсінді. Пәтерді сатса да жетпейді. Ақша жоқ, таныс жоқ, көмек жоқ. Сол түні Мақсат үйіне қайтпады. Аурухана баспалдағына отырып қараңғы терезеге қарады. Қала шамдары алыстан жарқырайды. Бір жерде адамдар күліп өмір сүріп жатыр. Ал мұнда оның жалғыз үмітінің тағдыры шешіліп жатыр. Сол сәтте ол ойға кетті. Сол бала Ілияс қазір қайда екен? Тірі ме? Сол кезде берген 50 теңге көмектесті ме екен? Мақсат ащы жымиды. Жақсылық пайызбен қайтатын қарыз емес. Ол жай ғана жасалады, және қайтарым күтудің өзі бос үміт. Ол орнынан тұрды, алдында ұзақ күрес күтіп тұрғанын сезді. Алда оны 13 жыл күтіп тұрды. Үміт пен шарасыздық араласқан ауыр жылдар. 13 жыл тас үшін бір сәтке ғана, ал адам тағдыры үшін тұтас бір дәуір. 2015 жыл Сарыөзек қаласы өзгеріп кеткен. Биік ғимараттар, сауда орталықтары, көлік жолдары. Ал ескі кірпіш үйдің бірінші қабатындағы шағын пәтер сол қалпы үнсіз. Іште жаңа сызба қағазы мен қою шайдың иісі аңқиды. Дария үстел басында отыр, жасы 28-де. Мүгедек арбасы енді оған бөтен емес. Ол оның өмірінің бір бөлігіне айналған. Алдында ватман қағазы, қолында қарындаш, сызықтар анық, сенімді. Ол архитектура факультетінде қашықтан оқып жүр. Бұл оның өміріндегі тірегі болды. Әкесі 2 жұмыста жүріп, ақша жинауға тырысып жүргенде, Дария өз әлемін салып жатыр еді. Оның жобаларында биік баспалдағы жоқ, тар есік жоқ, кедергі жоқ, тек кеңістік, еркіндік, жарық. Бұл оның ішкі арманы еді. Әкесінің ауыр қадамдары баспалдақтан естілгенде, ол тез-тез сызбаларын жауып қоятын. Бұл оның кішкентай құпиясы еді. Дария әкесінің бұл сызбаларды қалай қабылдайтын жақсы білетін. Ол үшін бұл күрестен бас тарту, үміттен түңілу сияқты көрінетін еді. Ал әкесінің үмітін сындыруға оның қақысы жоқ еді. Сол сәтте есік құлпы сарт етіп ашылды. Дария әдеттегідей арбасының дөңгелегін бұрып, дыбыс шыққан жаққа бұрылды. Мақсат үйге кірді. Үстіне дымқыл ауа мен бензин иісі аңқып тұр. Ол иығына көзге көрінбейтін, бірақ аса ауыр жүк артқан адамға ұқсайтын. Шашын толықтай ақ басқан, жүзі әжімденіп шаршаған. Ол күртешесін шешіп ілгішке іліп бөлмеге өтті. «Сәлем, Дария», деді даусы тұншығып. «Сәлем, әке, бүгін кеш келдіңіз». «Иә, қоймада жұмыс көбейді», деді ол қысқа ғана. Ол қыздың қолына қарады, саусақтары шаршағаннан сәл дірілдейді. «Қалайсың, тағы да қағазды тауысайын деп отырсың ба?» деді ол әлсіз жымиып. Дария да жымиып. «Әке, сәулет, қатып қалған музыка дейді ғой, ал музыка дәл жазылмаса әуен бұзылады. Шай қойдым, ішесіз бе?» «Ішемін, қызым, рахмет». Олар шағын ас үйде үнсіз отырып шай ішті. Терезенің сыртындағы күзгі қараңғылық қоюланып барады. Сары шамның жарығы буы бұрқыраған кеселер мен екі адамның жүзінде жарықтандырып тұр. Бір-бірін шексіз жақсы көретін, бірақ ортақ кінә сезімінен бөлінген екі жан. Мақсат өзін кінәлі санайды. Сол бір 2002 жылғы жексенбі үшін Дария өзін кінәлі санайды. Әкесінің өмірінің өзіне байлап қойған үшін. Бұл үнсіз ауырлық олардың әр сөзінде сезілетін. Мақсат ыстық шайды екі қолымен ұстап отырып, «Бүгін Германиядағы клиникаға тағы хабарластым», деді, терезеге қарап. «Бағасы тағы өседі екен». 3 айдан кейін Дария ақырын қасықты табақшаға қойды. Дыбысы тым қатты естілгендей болды. «Әке, тоқтайықшы», деді ол жай ғана. «Біз бәрін саттық. Сіз өзіңізді құртып жатырсыз. Мен онсыз да өмір сүріп жатырмын. Жұмысым бар. Бәрі жақсы». Мақсат басын баяу бұрды. Көзінде кенет қатты қайсар от тұтанды. «Бұлай енді ешқашан айтпа», деп ол тістеніп. Әр сөзі ауыр соққыдай естілді. «Мен тірі тұрғанда сен жүресің өз аяғыңмен. Мен сен үшін бәрін істеймін». Дария үнсіз қалды. Көзі төменде қозғалыссыз аяқтарына түсті. Сол сәтте есік қатты қағылды. Қоңырау емес, дәл қағу. Мақсат таңғалды, ешкімді күтпеген. Ол орнынан тұрып есікке барды. Есікті ашты. Табалдырықта шамамен 30 жастағы ер адам тұр екен. Үстінде қымбат талғанмен тігілген қара көк плащ. Иісінен сапалы әтірей аңқиды.
аяғында тап-таза жылтыр аяқ киімін. Оның келбеті бұл қарапайым үймен мүлде үйлеспейтін. Қайырлы кеш деді ол сабырлы, бірақ ішінде толқу мен үнмен. Сіз мені танымайтын шығарсыз. Мақсат басын шайқады, бірақ оның көздері таныс. Әлгі адам қалтасынан әмиян шығарып, ішінен бүктелген бір купюраны алып Мақсатқа ұсынды. Мақсат оны машиналы түрде алды. Бұл ескі айналымнан шыққан 1993 жылғы 50 теңге. Сол сәтте уақыт кері айналғандай болды. Алдында тұрған қымбат киінген ер адам емес, автобустағы арық, тоңған бала. Ілияс деді сыбырлап. Мақсат ер адам жымиып, дұрыс, мен уәде беріп едім ғой, қарызды қайтаруға. Тек 20 жыл кешіктім, кіруге бола ма? Мақсат үнсіз шегінді. Ілияс үйге кірді. Ол плашын іліп қойды. Қымбат киім мен ескі күртенің қатар ілініп тұрғаны көзге ерекше көрінді. Келіңіз, ас үйге деді Мақсат қарлығып. Шай ішіп отырмыз. Олар ас үйге өтті. Ілияс есік алдында тоқтап қалды. Шам жарығы Дарияның жүзіне түсіп тұр. Нәзік, тыныш және жанында мүгедек арбасы. Дария шайнекті көтермек болды, бірақ қолы сырғып кетті. Сол сәтте Ілияс жылдам жақындап қайнап тұрған шайнекті ұстап қалды. Оның қолы сенімді, нық еді. Абайлаңыз деді жай ғана. Рұқсат етсеңіз көмектесейін деді Ілияс. Даусы жұмсақ шыққанымен қарсы келуге болмайтын сенімділік бар еді. Дария басын көтерді, олардың көзқарастары түйісті. Ілияс оның жанарынан әлсіздік не ашу күтті, бірақ керісінше терең, анық, сабырлы күшті көрді. Бұл көздерде ақыл да жігер де бар еді. Ілияс бір сәтке не үшін келгенін ұмытып кетті. Рахмет деді Дария жай ғана. Ілияс шайды құйып үстелге отырды. 20 жыл өтті деді Мақсат ойлана қарап. Мен ол күнді баяғыда ұмыт кеткенмін. Аш бала, сендей қаншама бала болды ол кезде. Мені қалай таптың? Не үшін іздедің? Ілияс ыстық кесені алақанына қысты. Сіз маған ақшаны ғана берген жоқсыз деді ол баяу. Сіз маған бәрін бердіңіз. Қалтаңыздағы соңғы ақшаны, тіпті өз тамағыңызды. Сол тоқаштың дәмі мен үшін үміттің дәмі болды. Ол сәл үнсіз қалды. Сол күні мен үйден кетуге бел будым. Кейін мені нағашы апам Айсұлу қамқорлығын алды. Оқытты, адам қылды. Қазір менің өз кәсібім бар, жүк тасымалы. Бір ай бұрын мен Сарыөзектегі ескі автобус парк сатып алдым. Сол кезде сізді іздей бастадым. Мақсат басын шайқады. Табандылығың бар екен, бірақ қарызды қайтардың болды ғой. Бізге артық ештеңе керек емес. Ілияс алға еңкейіп, мен қарыз қайтаруға келген жоқпын деді нық. Ас үйде ауа ауырлап кеткендей болды. Мен бәрін білдім деді ол. Дарияның жағдайында сіздің 13 жыл бойы күресіп жүргеніңізде. Дария тік отыра қалды. Мақсаттың жүзі қарауытып кетті. Бұл біздің ісіміз деді ол суық үнмен. Жоқ, енді емес деді Ілияс. Ол құжатты үстелге қойды. Мен Германиядағы клиникамен байланыстым. Барлығын төледім. Операция, ұшу, оңалту бәрі. Бір аптадан кейін ұшасыздар. Тыныштық. Тек ескі тоңазытқыштың гуілі естіледі. Дария сенбей қағазға қарай берді. Мақсаттың көзіне әріптер бұлдырап кетті. 13 жыл бойы ол берілмеді. Ал қазір ол сынып кетті. Мақсат басын төмен түсірді. Иығы дірілдеді, қолымен бетін жауып алғаш рет жылады. Бұл әлсіздік емес еді. Бұл босап шығу еді. Жылдар бойы жиналған ауырлықтың үзілуі. Дария арбасын жақындатып әкесін құшақтап алды. Әке, біз барамыз, бәрі жақсы болады деді ол. Ал оның даусында алғаш рет шынайы үміт бар еді. Ілияс терезе жанына барып сыртқа қарады. Ол бұл сәтті бұзғысы келмеді. Ішінде бір жара жазылып жатқандай болды. Жақсылық қайтып келді. Ұшақ сейсенбі күні деді Ілияс жай ғана. Мен сіздермен бірге барамын. Германия, Мюнхен. Ақ жарыққа толы үлкен клиника. Мұнда бәрі басқа. Иісте, дыбыста. Мақсат орындықта отыр. Қолдары тізесінде қозғалмайды. 7 сағат өтті. Әрбір минут бір ғасырға тең. Қасында Ілияс отыр. Барлық жұмысын тастап бірге келген. Екеуі үнсіз. Ақыры есік ашылды, дәрігер шықты. Бір сәт тыныс тоқтады. Операция сәтті өтті деді ол. Қалпына келу мүмкіндігі жоғары. Мақсат көзін жұмды. Бұл жолы жыламады, тек терең тыныс алды. Ал ішінде алғаш рет жеңілдік пайда болды. Арада 1 жыл өтті. Көктем. Сарыөзек қаласының шетіндегі саябақ, жасыл желек,
Жұмсақ жел. Мақсат орындықта отыр, қасында Ілияс, ал алдарында Дария. Баяу, сенімсіз, бірақ өз аяғымен жүріп келеді. Әр қадамы жеңіс, әр қадамы үміт. Мақсат орнынан тұрды, көзінен жас шықты, бірақ бұл жолы қуаныштың жасы еді. Бір кезде автобуста берілген бір үзім нан мен бір уыс ақша тағдырды өзгертті. Жақсылық ешқашан жоғалмайды, ол міндетті түрде қайтып келеді, тек уақытын күтеді. Ішіңіз, Мақсат аға, деді Ілияс оған қайнап тұрған кофесі бар картон стаканды ұсынып. Кофеден күйген дәннің ашы қанық иісі аңқып тұр. Сізге күш керек. Дәрігер Краус омыртқаны қалпына келтіру ұзақ үдеріс екенін айтқан еді. Мақсат стаканды үнсіз алды. Қағаздың жылуы мұздап қалған саусақтарын сәл жібіткендей болды, бірақ алғашқы ұрттам аузына қышқылтым кермек дәм қалдырды. Білесің бе, Ілияс, деді ол қарлығып, мен әйелімді де осылай күткенмін. Сол есіктің ар жағында оның тағдыры шешіліп жатқан, ал мен дәлізде отырып қабырғадан шыққан бояудың иісін жұтып, өмірімде сенбеген құдайларға жалбарындым, бірақ ештеңе өзгермеді. Ол үнсіз қалып аяқ киімінің ұшына қадала қарады. Ілияс сөзін бөлмеді. Ол бұл адамның ішіндегі ондаған жыл бойы жиналған ауырлықты сыртқа шығуы керек екен. Мен бәріне өзім кінәлім, деді Мақсат баяу. Айдана ауырғанын айтты, мен сендім, ал Дария туған соң есімнен айырылғандай болдым. Әр қадамын бақылағым келді, қорғаймын дедім, бірақ бәрі керісінше болды. Ол ауыр күрсінді. Қызым жарты сағатқа ғана шықты. Сол қарғыс атқан велосипед, сосын көлік. Қай жер әлсіз, сол жерден үзіледі. Бәрі менің кесірім. Ілияс ноутбугын жауып қойды. Дыбыс тыныштықта анық естілді. Кінә өмірдің іргетасы бола алмайды, Мақсат аға, деді ол сабырмен. Сіз өмір бойы өзіңізге тәуелсіз нәрселер үшін өзіңізді жазалап келесіз. Айдана өз таңдауын жасады. Дарияда сіз бүкіл әлемге жауапты емессіз. Ол сәл кідірді. Сіз ең маңыздысын жасадыңыз, берілмедіңіз, қызыңызды қайта тұрғыздыңыз. Енді біз оған қайта жүруге мүмкіндік береміз. Мақсат баяу қалтасына қол салып, сарғайған конвертті шығарды. Бұл Айдананың хаты, деді ол. 20 жылдан бері ашпадым. Қорқам, ішінде кінә болса ше. Ілияс қағазға көз тастады. Мүмкін ол сізге тек махаббат жазған шығар, деді жай ғана. Мүмкін сізден өзін кінәламауыңызды өтінген шығар. Кейде ең қорқыныштысы хатта емес, біздің ойымызда. Осы сәтте операция бөлмесінің үстіндегі дыбыс белгісі баяу сыңғырлады. Қызым, шам сөніп, орнына жасыл жарық жанды. Есік ашылды. Дәрігер шықты, қасында аудармашы әйел. Мақсат орнынан атып тұрды. Дәрігер неміс тілінде бірдеңе айтты. Аудармашы дереу жеткізді. Операция аяқталды. 9 сағатқа созылды. Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Омыртқа қалпына келтірілді. Қысылған жүйкелер босатылды. Мақсат қабырғаға сүйенді. Жүре алама, жұлын зақымданбаған, деді аудармашы. Енді бәрі оның өзіне байланысты. Қалпына келу ұзақ процесс. Алғашқы апталар нағыз сынақ болды. Палатада дәрі-дәрмек, май, таза сүлгінің иісі. Физиотерапевт күніне 2 рет келетін. Жаттығулар ауыр, өткір, шыдатпайтын. Дария тісін қатты қысып үнсіз төзді. Ол көзін жұмып өзін архитектор ретінде елестетті. Омыртқа, тірек қабырға, әр қозғалыс бір кірпіш. Ол өз денесін қайта салып жатқанда еді. Мақсат кейде шыдай алмай сыртқа шығып кететін, ал Ілияс қалатын. Ол әр демалыс сайын келіп жаңа әңгімелер айтып, сызба қағаздары келетін. Оның тыныш, сенімді дауысы Дарияға ауырсынуды ұмыттыратын. Бір күні қыс, терезе сыртында қар ұшып жатыр. Физиотерапевт Дарияға қысқы баққа шығуға рұқсат берді. Олар Ілияс екеуі әйнекпен жабылған баққа шықты. Ауада гүлдердің, ылғал топырақтың иісі, жанында шағын сарқырама. Ілияс арбаны тоқтатып, оның алдына отырды. Жамылғысын түзеді. Қолын тізесіне тиіп кетті. Сол сәтте Дария демін ішіне тартып, Ілияс, мен сезіп тұрмын, деді сыбырлап. Жылуды сездім. Бұл 13 жылдан кейінгі алғашқы сезім еді. Ілияс оның көзіне қарады. Онда қуаныштан терең, тыныш сенім бар еді. Ол асықпады, айқайламады. Тек оның қолын ұстап, мен білдім, деді жай ғана. Сен ең мықты архитекторсың. Сол сәтте Дария тек үй емес,
өз өмірін қайта салып жатқанын түсінді. Сен өз тағдырыңды қайта құра аласың, деді Ілияс. Олардың жүздері бір-біріне тым жақын еді. Қысқы бақтың тыныштығында сарқырама суының сылдыры мүлде жаңа бір нәрсенің дүниеге келуін сүйемелдегендей әуенде естілді. Дария Ілиястың жүзіндегі қайсар белгілерге, қабағының арасындағы қасарысқан сызыққа қарап бір нәрсені анық түсінді. Бұл адам оған тек киімделуге ақша алып келген жоқ. Ол оған өмір сүруге деген құқықты және сүюге деген құқықты қайта әкелді. 2016 жылдың көктемі Мюнхенге күтпеген жерден лап қойды. Өзімен бірге гүлденген каштандардың сәл кермек иісін және клиника шатырының темір қаңтырларына тамған судың сыңғырын ала келді. Емдік дене шынықтыру залы кең әрі жарық еді. Панорамалық терезелерден түскен жарық жылтыр паркет еденді біркелкі алтын түсті төрт бұрыштарға бөліп тұрғандай. Дария параллель тіреуіштердің арасында тұрды. Саусақтары салқын, тегіс металға жабысып қалғандай қысып тұр. Жұқа мата футболкасының астынан керілген жауырындарды анық байқалады. Ол терең әлі ауыр тыныстап, кварц шамның иісі мен жаңа жуылған сүлгілердің иісі сіңген ауаны ішіне тартып жатты. Қане, Дария, салмақты алға бер, деді физиотерапевт сабырлы үнмен, жұмыс ырғағын сақтап. Одан 5 қадам жерде ақ сыланған қабырға жанында Мақсат пен Ілияс үнсіз тұрды. Мақсат есік жақтауына иығын тіреп, осы 6 айда ол көзге көрінбейтін сауытынан арылғандай еді. Иықтары төмен түсіп, аузының айналасындағы қатты әжімдер жұмсарып, олардың орнына тыныштық келген. Дария салмағын оң аяғын аударды. Жұмсақ матадан тігілген кроссовкадағы табаны паркетке тиді. Жай ғана сыбдыр естілді. Бірақ бұл соңғы 14 жылдағы ең қатты дыбыс еді. Қыз сол қолын тіреуіштен босатты. Денесі теңселді. Залдың ауасы қоюланып, қолмен ұстағандай сезілді. Ілияс алға ұмтылды, кез келген сәтте ұстап қалуға дайын. Бірақ Мақсат оны шынтағынан ұстап тоқтатты. Екінші қадам ауыр болды. Бұлшықеттер үйренбеген жүктемеден дірілдеді. Бірақ Дария қайсарлықпен арқасын түзей түсті. Ол көзін алдыға тігіп терезе алдындағы багульник бұтағы салынған шыны вазаға қарап тұрды. 3 қадам, 4, тірексіз, қорғансыз. Мақсат баяу ғана қабырға жанындағы орындықта отырып қалды. Ол бір ауыз сөз айтқан жоқ. Тек жиі дем алып, қызын бақылап отырды. Сол сәтте ол алғаш рет шын мәнінде сенді. Оның жеке соғысы аяқталды. Сол күні кешке Дария ауыр жаттығудан кейін ұйықтап кеткен соң, Мақсат аурухана бағындағы орындыққа барып отырды. Жел жалаңаш ағаш бұтақтарды тербеп тұр. Ауада еріген қар мен дымқыл қабықтың иісі бар. Ол күртешесінің ішкі қалтасынан сарғайған конвертті шығарды. Бұл жолы саусақтары дірілдеген жоқ. Ол тырнағымен жапсырмасын іліп, конвертті ашты. Хат қысқа еді. Қағазда Айдананың ұқыпты, маржандай тізілген жазуы сақталған. Мақсатым жаным, егер сен бұл хатты оқып отырсаң, демек менің ақымақ қорқынышым бәрібір жеңіп шыққан екен. Мен жазып отырмын, ал Дария көрші бөлмеде ұйықтап жатыр. Білесің бе, балалар үйінде біз бірге қорқынышты нәрсе үйретті. Егер сен әлсіз болсаң, сенен бас тартады. Ауру балаларды қайтаратын, ал сау балаларды отбасылар асырап алатын. Бұл қорқыныш менің сүйегіме дейін сіңіп кеткен. Мен саған ауырғанымды жасырып жүрдім. Себебі сенің көзіңнен шаршауды көруден өлердей қорықтым. Саған жүк болудан қорықтым. Мені кешер. Бұл құтқарам деген өтірік ешкімді құтқармады. Сен маған ең бақытты жылдарды сыйладың. Өзіңді кінәлама. Сен менің тас қамалым болдың. Жай ғана мен жаман құрылысшы болып шықтым. Өз қолыммен үйімізді құлаттым. Қызымызды мықты етіп өсір, және өтінемін, оны жоғалтып алам деп қорқып, өмір сүруге тыйым салма. Толық тыныста, Мақсат. Мен әрқашан сендерге біздің үлкен терезелеріміз арқылы қарап тұрамын. Мақсат басын төмен сүрді. Жел бос конвертті жұлып алып, дымқыл тас жолмен домалатып әкетті. Бірақ ол орнынан тұрған жоқ. Өйткені 20 жыл бойы оның жанын қысып тұрған ауыр құлып, ақыры үзіліп түсті. Айдана одан тек бір нәрсе сұрапты: өмір сүруді. Сол кезде клиниканың 2-ші қабатында Ілияс жай ғана Дарияның палатасына кірді. Дария ұйықтамаған.
Ол төсекте отырып сәулетке арналған кітаптарға көміліп отыр. Төсек жанындағы шам оның жүзіне жылы жарық түсіріп тұр. Тағы да сызбап жасап отырсың ба, деді Ильяс. Ол тумбочкадағы қағаз пакет қойды. Ішінен әйнек құтылар сыңғыр етті. Дәрігер Крауз жазып берген дәрумендерді әкелдім. Жаныңа тағы бір нәрсе. Ол пакеттің ішінен қалың жылтыр альбомды шығарып алды. Мұқабасында алтын бедермен, готикалық собырлар мен футуристік көпірлер жарқырап бейнеленген. Дария тегіс картонды саусақтарымен аялап сипап өтті. Бұл Еуропа сәулетінің тарихына арналған сыйлық, басылым ғой, Ильяс. Бұл өте қымбат тұрады. Неге сонша шығындалдың? Сен онсыз да менің қайта тірілгеніме себепкер болдың. Ильяс оның төсегінің шетіне отырып еді. Матрастың серіппелі бәсең ғана сықыр етті. Ол Дарияға ұзақ, мұқият қарады. Оның жанарында бір тамшы да аяушылық жоқ еді. Тек шынайы, терең таңданыс бар. Мен қазіргі заманның ең болашағы зор сәулетшісіне инвестиция салып отырмын, деді ол жұмсақ үнмен. Даусында жеңіл әзіл байқалғанымен астарында шынайы жылылық сезілді. Оның үстіне маған білікті маман керек. Менің компаниям Сарыөзек маңында жаңа логистикалық орталық салуды жоспарлап отыр. Кедергісіз орта, панорамалық терезелер, жұмсақ сызықтар. Осы жобаны қолға аласың ба? Дария анықтамалық кітапты жауып қойды. Ішінде бір ерекше, жүректі шымырлататын сезім пайда болды. Бұл жай ғана алғыс емес еді, әлде қайда терең сезім. Осы айлар ішінде Ильяс оған жай ғана құтқарушы емес, тірекке айналған еді. Алдын ала төлемді альбоммен бересің бе, деді ол көзін сығырайтып, оның әзіліне ілесіп. Бірақ ерінің шеті қуанышты жымиысты жасыра алмады. Алдын ала төлемді мен өз уақытыммен төлеймін, деді Ильяс алға еңкейіп. Дауысы бәсеңдеді. Ертең кешке бірге сыртқа шығуға қалай қарайсың? Өз аяғыңмен кешкі асқа. Қалада Мария алаңына қарайтын жақсы мейрамхана бар. Арбасыз, аурухана қабырғаларынсыз, тек сен және мен. Дария көрпенің астындағы аяқтарына қарады. Олар әлі әлсіз, тез шаршайды. Бірақ олар тірі еді, өзі сияқты. Мен көйлек киемін, деді ол жай ғана. Осы қысқа жауаптың өзінде жаңа өмірге келісім жатқандай еді. Сарыөзек оларды қою күзгі тұманмен қарсы алды. Жерге түскен жапырақтардың дымқыл иісі көшелерді жауып тұр. 2016 жылдың соңы суық әрі ызғарлы болды. Қаланың аспаны төмен салбырап, ауыр сұр бұлтқа толы еді. Бірақ ескі кірпіш үйдің алдында көліктен түскен 3 адам үшін бұл күн ерекше жарық көрінді. Дария былғар етік киген аяғын абайлап дымқыл асфальтқа қойды. Сосын екінші аяғын, оң қолында қарағаштан жасалған жеңіл таяқ, уақытша бірақ қажетті тірек. Ильяс көлікті айналып өтіп оған жақындап тұрды. Қажет болса бірден ұстап алуға дайын. Бірақ Дария басын шайқап өзі жүруге бел буды. Аяқ астындағы асфальт ерекше қатты, сенімді сезілді. Таяқтың бордюрге соғылған бәсең дыбысы тыныш аулада жеңіс әуенінде естілді. Мақсат жүк салғыштың жанында тұр, қолында жол сөмкесі. Ол қызының баяу болса да нық қадаммен подъезге қарай келе жатқанын көріп тұр. Кеудесінде жылы, тыныш сезім тарады. Мюнхендегі саябақта оқылған айдананың хаты оның жанынан көрінбейтін шынжырды алып тастаған еді. Ол енді бақылаушы емес, қайтадан жай ғана әке болды. Дария 13 жыл бұрын Мақсат өзі жасап берген ағаш пандустың алдында тоқтады. Тақтайлары уақытпен жаңбырдан қарайып кеткен. Әке, бұны бұзамыз ба, деп бұрылып жымиып қарады. Мақсат жақындап келіп күртешесінің жағасын түзеді. Қыс өтсін, көктемде осы тақтайладан баққа орындық жасап қоямын. Отырып шәй ішем, еске алам. Қандай қабырға болса да адам қаласа бұза алады. Пәтерде бос тұрған жылдардың иісі мен жұқа шаңның табы бар еді. Бірақ Мақсат терезелерді айқара ашқанда таза ауа бәрін бірден шайып өтті. Өмір қайта жанданды. 2 айдан кейін Дария таяқты мүлде қойды. Жүрісі жеңілдей түсті. Тек кешке қарай аяқтары шаршағанда ғана жиһазға сүйенетін. Күндіз ол жұмысқа толық кірісетін. Үстелінде енді күрделі сызбалар үйіліп жататын. Ильястың компаниясына арналған логистикалық орталық жобасы ұзақ талқылаумен, даумен, қайта түзетумен жасалып жатты. Ильяс әр кеш сайын келетін.
бұрыштағы наубайханадан ыстық тоқаш әкеліп, үйге алма, даршын, ванилисін таратып жіберетін. Олар ас үй үстелінде отырып, ватман қағаздарын жайып жұмысқа кірісетін. «Қарашы, Дәрия», деді Ілияс, сызбадағы көк сызықты саусағымен көрсетіп. «Егер жүк түсіру аймағын осында жылжытсақ, жүк көліктері жаяу жүргіншілермен қиылыспайды. Қауіпсіздік бірінші орында». Дәрия еңкейіп қарады, иығы оның иығына сәл ғана тиіп тұр. Ілиястан салқын ауа мен жеңіл әтір иісі сезіледі. Дұрыс, бірақ онда негізгі кіреберістегі пандустың бұрышын өзгертуге тура келеді. Мен тік баспалдақтар жасағым келмейді. Сәулет адамды қарсы алуы керек. Оның алдында кедергілер жолағын құрмауы тиіс, деді Дәрия. «Қалай айтсаң, бас сәулетші», деді Ілияс жымиып басын оған қарай бұрды. Осындай сәттерде бетон мен әйнек туралы даулар мәнін жоғалтып, олардың орнын мүлде басқа үнсіз қозғарас тіліндегі әңгіме басатын. Олардың қарым-қатынасында жастыққа тән асығыс, қызбалық та артық драмалық күйзеліс те жоқ еді. Екеуі де тым ауыр сынақтардан өткен, сондықтан бос ойындарға уақыты жұмсауға қажет етпейтін. Олардың сезімі де Дәрияның жобалары секілді салмақты қалыптасып жатты. Кірпіш үстіне кірпіш, қабат үстіне қабат, берік монолитке айналып. Желтоқсан Сарыөзектің жапалақтаған аппақ қармен жұмарт жауып тастады. Сол кештердің бірінде аяз бет қарып тұрған кезде Ілияс Дәрияны болашақ құрылыс орнына апарды. Олар қала сыртындағы қар басқан кең жазықтың шетінде тұрды. Жел Дәрияның жүн пальтосының етегін желпіп тұр. Айналада тұнық тыныштық, тек алыстан анда-санда өткен көліктің гуілі ғана естіледі. «Суық», деді Дәрия. Ілияс бір қадам жақындап, оны желден қалғады. Аздап, бірақ бұл жердің ауасы ерекше. Үлкен бір істің басталуының иісі бар. Дәрия қолын қалтасына салып көктемде экскаваторлар гүрілдейтін ақ кеңістікке қарап тұрды. Ілияс құрылыс мерзімі немесе мердігерлер туралы ештеңе айтпады. Ол пальтосының қалтасынан қою көк барқыт қорапша шығарды. Қақпағының ашылғандағы сыңғыры аязды тыныштықта анық естілді. Ішінде Сақина жатты. Онда артық әшекей де, көзге ұратын сән салтанатта жоқ еді. Ақ алтыннан жасалған нәзік шеңбер күрделі әрі үйлесімді өрнекпен өріліп, үстінде мөлдір гауһар тас жарқырап тұр. Дәрия тынысын ішіне тартты. Аузынан шыққан бу салқын ауада бұлттай қалғып тұрды. «Екеумізде берік іргетастың бағасын жақсы білеміз, Дәрия», деді Ілияс төмен дауыспен. Дауысы толқудан сәл дірілдеді. «Мен сенің әкеңді көп жыл іздедім, қарызымды қайтару үшін, ал өз бақытымды таптым. Сенсіз менің өмірім осы бос дала сияқты еді. Үлкен, табысты, бірақ суық. Маған тұрмысқа шық, үйімізді бірге салайық. Табалдырықсыз, кедергісіз, тек екеуміз». Дәрия оның көзіне қарады, көзінде жас тұрды, бірақ ол қорқыныштан емес, үміттің жасы еді. Ол оң қолындағы қолғапты шешті. «Келістім, Ілияс. Мен біздің ең жарық болашағымызды жобалаймын». Ілияс Сақинаны оның саусағына абайлап кигізді. Суық металл теріні сәл шымырлатты, бірақ бірден оның алақанының жылуына ұласты. Ілияс оны құшақтады. Сол сәтте Дәрия бір нәрсені анық түсінді. Енді ол ешқашан жалғыз жүрмейді. Үйге оралғанда аяздан қызарып, бақытқа бөленген екеуін мақсат дәлізде қарсы алды. Оған ештеңе түсіндірудің қажеті жоқ еді. Ол қызының қолындағы Сақинаны, Ілиястың көзіндегі сабырлы қуанышты көрді. Сосын үнсіз ғана екеуін құшағына басты. «Шүкір», деді ол. «Күттім». Кеш бойы олар қуанып жоспар құрды. Шәй ішті, әңгімелесті. Дәрия күнтізбен ашты. Ілияс дәптеріне жазып отырды. «Демалыста шағын отбасылық кеш ұйымдастырайық», деді Ілияс. «Мақсат аға, сіз менің тәтем Айсұлумен міндетті түрде танысуым керек. Сіздер әлі кездеспедіңіздер. Ол мені жоқшылықтан алып шықты. Егер ол болмаса, мен бүгінгі адам болмас едім. Ол құдалармен танысуды сұрап отыр». Мақсат байсалды түрде басын изеді. «Дұрыс, туыстар араласу керек, келсін. Мен өзімнің атақты ет бәлішімді пісіремін». Жастық кезде бүкіл зауыт соны мақтайтын. Ол мұны жай ғана айтты. Алдағы демалыс оған да үлкен тосын сый дайындап тұрғанын әлі білмейтін. Сенбі кешінде Мақсаттың пәтері дәмді иістерге толды. Пеште оның әйгілі ет бәліші қызарып пісіп жатты. Рецептін ол өмір бойы ешкімге айтпаған.
үйдің іші жаңа піскен қамырдың, баяу қуырылған пияздың, қара бұрыштың иісіне толды. Мақсат ас үйде кристалл рюмкаларды вафли сүлгімен мұқият сүртіп тұр. Үстінде тап-таза үтіктелген ашық түсті жейде. Жағасы мерекелік киімге үйренбеген мойнын сәл қажап тұр. Кешкі сағат 18-де кіреберісте қысқа да сыпайы тықыл естілді. Дария ағаш еденнің тақтайларымен жеңіл басып барып, есік ашуға беттеді. Оның әрбір өздігінен жасаған қадамы әкесінің жан дүниесінде әлі де болса баяу, салтанатты әуенде жаңғырып тұрды. Құлып сарт етіп ашылды. Баспалдақ алаңынан қытымыр салқын леп есіп тұрды. Қайырлы кеш. Үй иелеріне деген сыңғырлаған ерекше жас естілетін әйел даусы дәлізде естілді. Оның үнінен табиғи зиялылықпен анық аңғарылатын. Мақсат қолындағы сүлгіні қоя салып, көйлегін жөндей жүріп ас үйден шықты. Әдеттегіден мінсіз киінген, бойы биік Ілиястың жанында бір әйел тұр екен. Айсұлу Бекенқызы Сейітова, шамамен 55 жаста. Ол жас көрінуге тырыспайтын, самайын шалған асыл күмістей шашы желкесіне әсем түйілген, иығына қою изумруд түскен жұқа жібек орамал жабылған, ал оның қоңыр көздерінің тірі жылтырын ерекше айқындап тұр. Одан білінер-білінбес ұнтақ иісімен салмақты классикалық иіссу аңқып тұрды. Театр премьералары мен ескі кітапханалардың иісін еске салатын. Өтіңіздер, төлетіңіздер деді Мақсат сәл еңкейіп, оларды ішке шақырып. Оның жуан қоңыр даусы бұл әйелдің жанында жұмсара түскендей болды. Айсұлу оған қолын ұсынды. Оның алақаны жіңішке, салқын, саусақтары ұзын әрі нәзік болғанымен, қол алысулы таңғаларлықтай берік әрі сенімді еді. Айсұлу Сейітова, сіз туралы көп естідім, Мақсат, деді ол көзін сәл сығырайта қарап. Оның жанарында қалалық паңдық та, байлықтан туған менсінбеушілік те жоқ еді. Тек шынайы, терең қызығушылық бар болатын. Ілияс сіз туралы оған небәрі 50 теңге беріп, адамдарға деген сенімін қайтарған адам туралы құлағымды шулатты. Мақсат мұртының астынан жымиып, қысылғанын жасырып қойды. Ой, қоя салыңыз, ол баяғының әңгімесі ғой, төрге өтіңіздер, бәліш суып қалмасын. Кешкі ас сирек кездесетін ерекше бір үйлесімді жағдайда өтті. Жат адамдар алғашқы сәттен-ақ бір көзге көрінбейтін тазалық пен жылылыққа үндесіп кеткенде әсер қалдырды. Хрусталь шамның сарғыш жарығы жиналғандардың жүзін жұмсап, айқындап тұрды. Шаншқылар сыңғырлап, кеселердегі қарақат жапырағымен демделген қою шай суып бара жатты. Оны Мақсат зауыттағы досының саяжайынан өзі жинап әкелген еді. Айсұлу бәліштен ауыз тиіп, рахаттана көзін жұмды. Керемет, қамыры қандай жеңіл, деді ол. Білесіз бе, Мақсат, мен өмір бойы баспада директор болып жұмыс істедім. Өзгенің мәтіндерін түзеп, мінсіз қалып іздеймін. Бірақ ас әзірлеумен әрдайым қиын қатынаста болдым. Лев Николаевич айтқандай, барлық бақытты отбасылар бір-біріне ұқсайды. Ал мен қосар едім, олардың бәрі осындай бәліш пісіре алады. Ал менде үнемі түбі күйіп кетеді. Мақсат шын көңілмен кең күліп жіберді. Оның құпиясы қарапайым, температураны сезіну керек. Кетігіне қарап емес, қолмен. Қызуы бір қалыпты болғанда ғана салу керек. Үйретемін, егер ниет болса. Ілияс пен Дария бір-біріне көз тастады. Олар қатар отырып, иықтары тиер-тиместей жақын, үлкендерді үнсіз бақылап отырды. Дария әкесінің қалай өзгергенін анық байқады. Оның бойынан жылдар бойы жиналған ауырлық кеткен. Ол шабыттана сөйлеп, тері өңдеудің қыр-сырын айтып, сөз арасына сүйікті мақалдарын қосып отырды. Ал Айсұлу иегін қолына тіреп тыңдап, көзінде күлкі ұшқындары ойнап тұрды. Ілияс пен Дария алдағы некені тіркеу жайын талқылау үшін балконға шыққанда, ас үйде жайлы, сенімді тыныштық орнады. Тек ескі тоңазытқыштың гүрілі ғана естіліп тұрды. Айсұлу сығырмайлықты ұқыппен бүктеді. Жақсы қыз тәрбиелепсіз, Мақсат, деді ол баяу, балконның қараңғы әйнегіне қарап. Жарық қыз, мен Ілияс үшін қатты алаңдадым. Ол қатал, іскер, бәрін ішінде сақтайды. Ал мына қызбен бірге жібіп кеткен. Дұрыс айтасыз, деді Мақсат ауыр күрсініп, шынтағын үстелге тіреп. Мен Дарияны хрусталь вазадай қорғаштадым. Өмір сүруге мүмкіндік бермедім.
үнемі жоғалтып алам ба деп қорықтым. Егер сіздің жиеніңіз болмаса, біз сол 4 қабырғаның ішінде ақ шіріп кетер едік. Айсұлу түсіністікпен бас изеді. Көзіндегі әзіл ұшқыны өшіп, оның орнына терең мұң келді. Бала үшін қорқу ең қатал тираң. Мен Ильясты 10 жасында алып кеттім. Сіңілім марқұм мүлде түбіне кеткен еді. Ол кезде мен жас едім, мансабым енді ғана өсіп келе жатқан. Жігітім бар еді. Ал мұнда бөтен, үркек, кішкентай қасқырдың күшігіне бала әр дыбыстан селк етіп, нанды жастығының астына тығып қоятын. Таңдау жасауға тура келді. Ол үнсіз қалды. Ал қазір ол ержетті, деді Мақсат баяу жалғап. Ұя босайды. Кешкісін үйдегі тыныштық сондай, адам ұлып жібергісі келеді. Таныс сезім, деді Айсұлу. Ол оған қарады. Сол сәтте олардың арасында берік үзілмейтін түсіністік жібі тартылғандай болды. Екеуі де өмірлерінің ең жақсы жылдарын құрбан етіп, осы 2 жасты аяққа тұрғызған еді. Білесіз бе Мақсат, деді Айсұлу жұмсақ жымиып, келесі демалыста Қаражар қаласының драма театрына шие бағы қойылады. Менде 2 билет бар. Ильяс барудан бас тартты. Чехов оны мұңайтады екен. Сіз маған серік бола аласыз ба? Уәде беремін. Классиктерді көп цитаталаймын. Мақсаттың тамағына жылы ұмыт болған сезім, қысылу мен қуаныш араласқан түйін келіп тірелді. Ол тізесін сипап қойды. Театрға 40 жыл бармаппын. Кіші бұлақтан көшіп келгелі бері. Мен сияқты адам сізді ұятқа қалдырмай ма? Ешқашан, деді Айсұлу нық. Нағыз тектілік киімде емес, істе. Онда барайын, сағат 7-де колонналардың жанында күтемін. Ал үйлену алдындағы қарбаласуларды қуанышты тығыз бір ағысқа тартып әкетті. Күндер білінбей зулап өтіп жатты. Көйлекке мата таңдау, қонақтар тізімін бекіту, мәзір жөніндегі пікірталастармен толы болды. Дария көйлегін өз эскизі бойынша тікті. Қалың жібектен тігілген піл сүйегі түстес, тік пішінді талғампаз көйлек еді. Ол денесіне жұмсақ құйылып, иығының нәзіктігін және түзу, сенімді сымбатын айқындай түсті. Ешқандай тынысты тарылтатын корсет жоқ, тек қозғалыс еркіндігі ғана. Тіркеуге 2 күн қалғанда Мақсат қызының бөлмесіне кірді. Дария биік айна алдында дайын көйлегін киіп көрініп тұр екен. Тумбочканың үстінде 20 жылдан астам уақыт бойы Айдананың хаты сақталған сол баяғы сандықша тұр. Енді ол ашық, ал ішінде ескі суреттер жатыр. Әкесі есік жақта тоқтап қалды. Көктемгі күннің батып бара жатқан шапағы терезеден төгіліп бөлмені бал түстес қою жарыққа бөлеп тұрды. Шаң тозаңдары алтын сәуледе баяу билеп жүргендей. Дария оған бұрылды. Сол жарықта ол анасына қатты ұқсап кетті. Бет сүйегінің сол жұмсақ сызығы, шашының сол ашық түсі, бірақ жанары басқа еді. Онда құрбандықта, болашақтан қорқу да жоқ, тек мызғымас, сабырлы күш бар еді. Қалай әке, деді ол көйлектің тегіс матасын сипап, оның бағасын күтіп. Мақсат тамағына тығылған ауыр түйінді әрең жұтып, жақындап келді де, оның биік таза маңдайынан ақырын сүйді. Қызының көктемнің, балғындықтың және жаңа өмірдің иісі аңқып тұр еді. Анан сені мақтан тұтар еді. Дария жан, сен тек аяққа тұрған жоқсың, сен қанат қақтың. Ұша бер қызым, ештеңеден қорықпа. Сенің іргетасың тас қамалдың қабырғасынан да берік. Дария әкесін құшақтай алды. Олар бөлме ішінде үнсіз тұрып сырттағы көктемнің алғашқы құстарының сайрағанын тыңдады. Жоғалтулар уақыты қайтып келмеске кеткен еді. Алда оларды тек жарыққа, бокал сыңғырына және кейде осы қатал бірақ әдемі дүниеде орын алатын әділдікке толы күн күтіп тұрды. Мамыр айының соңы Қаражарды ерте келген сыңғырлаған жылуының жұмарттықпен сыйлады. Ильяс тойға таңдаған қала сыртындағы мейрамхана өзеннің биік жағасында орналасқан еді. Ашық түсті тас пен әйнектен салынған ғимарат судың үстінде қалқып тұрғандай көрінді. Үлкен панорамалық терезелер айқара ашылып, ішке күлдеген алмағаштарының қою бал иісімен өзен самалының салқын лебін енгізіп тұрды. Кең залда ішекті квартет ойнап, виолончель мен скрипканың жұмсақ әуені кеңістікті толтырды. Мақсат ақ қардай әппақ дастархан жайылған дөңгелек үстелде отырды. Қарттың саусақтары бетіне су тамшылары жиналған
хрусталь бокалды баяу айналдырып отыр. Сауыттың гүрілдеген дыбысына және тар пәтерлерге үйренген адам алғаш рет осы сән салтанат ішінде өзін жат сезінбей өз орнында отырғандай күй кешті. Оның үстіне Ілиястың арнайы тапсырыспен тіккізген қою сұр түсті костюмі бар еді. Жұмсақ мата қозғалысын шектемейді, ал ақ көйлектің қатты жағасы оның жүзіне салмақты, асқақ келбет беріп тұр. Ол залдың ортасына көз тікті. Онда күннің батып бара жатқан шапағында жас жұбайлар билеп жүрді. Дария көктем желіне ілескен мамықтай жеңіл қозғалды. Оның көйлегінің жібек матасы сарқыраған судай төгіліп, денесінің әр қимылын қайталап тұрды. Ешқандай қысылу жоқ, ешқандай сенімсіздік жоқ. Қыз басын шалқайта күліп тұрды, ал оның терең жанарында қайта табылған тұтас әлем көрініс тапқан. Ілияс оны белінен ұстап, аса ұқыптылықпен сүйемелдеп тұрды. Оның әйеліне қараған жанарында сондай мызғымас адалдық пен күш бар еді. Мақсат біржола түсінді, оның қызы бұл дүниеде табуға болатын ең сенімді қорғауда. Тамсанып отырсыз ба деген жұмсақ қоңыр дауыс естілді қасында. Мақсат басын бұрды. Жанындағы орындықта Айсұлу жайғаса қалды. Бүгін ол қою шарап түстес көйлек киіпті. Ол оның жоғарғы түйілген күміс шашымен ерекше үйлесіп тұр. Одан нәзік фрезия иісімен жылы жайлы бір сезім аңқиды. Тамсанып отырмын Айсұлу, деді Мақсат иығын тіктеп. Қарап отырып сенбеймін. 14 жыл бойы мен әр таңды бір оймен қарсы алатынмын. Бүгінгі күнді қалай өткіземін? Дария жаным менің уайымды байқап қоймасын деп мина алаңында жүргендей өмір сүрдім. Бір қадам оңға, бір қадам солға қорқыныш. Ал қазір қарасам ұшып жүр өз қанаттарымен, ал олардың үстіндегі аспан тап-таза. Айсұлу оған сәл еңкейіп, өзінің жіңішке алақанымен оның ірі қажалған қолының үстіне қойды. Бұл жанасу жеңіл болса да, ішінде сондай терең қолдау бар еді. Сіз бұл тыныштыққа лайықсыз, Мақсат, деді ол. Сіз керемет әйел тәрбиеледіңіз. Сіз оны тек сақтап қалған жоқсыз, оның өзіне айналуына мүмкіндік бердіңіз. Білесіз бе, өткен аптада көрген қойылымымызда шие бағында, деп Мақсат жымиып сөзді іліп әкетті. Театрға бірге барған күн оның өміріндегі үлкен бір ашылыс болған еді. Иә, онда әдемі де сәл ащы бір ой бар. Ескі жаңасына жол беруі керек. Біз екеуміз Айсұлу ұзақ уақыт бойы өзгенің бағында бағбан болдық. Сіз Ілиясты өсірдіңіз, мен Дарияны қорғадым. Біз өзімізді ұмытып, олардың гүлденуіне жағдай жасадық. Ал енді олардың бағы жайқалып тұр, ал біздің ағаштарымыз әлі де мықты. Сол ағаштардың көлеңкесінде әлі де ұзақ әрі бақытты өмір сүруге болады. Мақсат оның жанында ақылды көздеріне мұқият қарады. Соңғы айларда олардың арақатынасы ұяң телефон қоңырауларынан бастап терең, байсалды жақындыққа ұласқан еді. Олар жағалаумен серуендейтін, кешкісін ұзақ отырып, тас шөп қосылған шәй ішетін, оқыған кітаптарын талқылайтын, кейде ештеңе айтпай-ақ үнсіз отыратын, бір-біріне ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ адамдар ғана осылай үнсіз отыра алады. Мен бір нәрсе ойлап жүрмін Айсұлу, деді. Мақсаттың даусы бәсеңдеп, дерлік сырлы үнге айналып, скрипканың әуенімен астасып кетті. Мен пәтерімді сатайын деп шештім. Дария мен Ілияс өзі жобалаған жаңа үйге көшеді, ал менің ол жерде жалғыз қалуыма еш мән жоқ. Ауыр, тым көп елес бар. Айсұлу тынысын ішіне тартты. Ол майлықты түзеп, ішкі толқуын жасыруға тырысты. Ал қайда көшпексіз? Қала шетіндегі үйге жалғыз бару көңілсіз. Мақсат көзін сәл сығырайтты. Көзінің қиығындағы жылы әжімдер пайда болды. Мен орталықтан сіздің баспанаңыздың жанынан бір пәтер қарап қойдым. Балконы кең, геран өсіруге болады. Театрға жаяу 10 минуттық жол. Егер әрине сіз ескі зауыт жұмысшысын әрі қарай тәрбиелеуге келсеңіз, ал демалыс күндері бірге бәліш пісіреміз. Мен сізге пештің қызуын қолмен өлшеуді үйретемін деп уәде бергенмін ғой. Айсұлу жай ғана әуезді күліп жіберді. Бұл күлкіде жасандылықта, еркелікте жоқ еді. Тек қарапайым адамдық, бақытқа енді ғана рұқсат берген әйелдің шынайы қуанышы бар еді. Сөзіңізден ұстаймын, Мақсат.
бәлш өте маңызды дәлел. Сол сәтте музыка тыйылды, жеңіл сыңғыр естілді. Ілияс десерт қасығымен хрусталь бокалдың шетіне бірнеше рет соғып, қонақтарды тыныштыққа шақырды. Әңгімелер сап тыйылды. Ол залдың ортасында әйелін иығынан құшақтап тұрды. Дария ішінен нұр шашып тұрғандай, би билегеннен беті қызарып кеткен. «Құрметті қонақтар», деді Ілиястың даусы. Әдетте кеңседе бұйрық беруге үйренген үн қазір ерекше жылы әрі толқулы шықты. Бүгін бұл жерде бізге ең жақын адамдар жиналды. Біз Дария екеуміз әрқайсыңызға алғыс айтқымыз келеді. Бірақ бүгінгі ең басты тостымыз осы кештің де, менің де, компанияның да, тіпті менің өзімнің де болмауыма себеп болар еді деген адамға арналады. Мақсат аға. Ілияс бокалды көтеріп көзін тура соған тікті. Залда салтанатты тыныштық орнады. Тек өзен толқынының жағалаудағы тасқа жай соғылған дыбысы ғана естіліп тұрды. 21 жыл бұрын суық күзде кеште автобуста жұмыстан шаршап келе жатқан бір жұмысшы бейтаныс аш балаға сырт айналмады. Ол оған соңғы 50 теңгесін және бір тілім нанын берді. Сол нан мені құтқарды. Сол ақша мені алғашқы капиталым болды. Адамдарға денеген сенімін капиталы. Сіз маған ең басты заңды үйреттіңіз Мақсат аға. Ең сенімді инвестиция мейірімділік. Ол әрқашан қайтады. Мүмкін жылдар өткен соң, мүмкін басқа жолмен, бірақ бәрібір өз иесін табады. Сіз үшін әке. Қонақтар бір кісідей орындарынан тұрды, бокалдарын сыңғырлатып, шынайы қол шапалақтау естілді. Дария әкесіне қарап тұрды. Оның бетінен бір тамшы жас сырғып түсті, бірақ ол оны бірден қуанышты жымиыспен сүртіп тастады. Мақсат ауыр көтерілді. Үстелге сүйене отырып, ішін кернеген қуатты, ыстық толқынды сезінді. Ол Ілиясты, жарқыраған Дарияны және өзіне сүйсіне қарап отырған Айсұлуды көзбен шолып шықты. «Рахмет балам», деді ол дауысы дірілдеп барып, қайтадан күшейіп, бүкіл залды толтырды. «Мен қарапайым адаммын, сөз сөйлеуді білмеймін. Өмір бойы қолмен жұмыс істедім, бірақ бір нәрсені анық түсіндім. Өмір құрылыс сияқты. Қорқыныш пен өкпеден ірге тас құйып, биік қабырғалар тұрғызып, солардың ішінде тығылып өмір сүруге болады. Немесе махаббат пен кешіріммен үй салуға болады. Өзіңді кешіріп, кеткендерді кешіріп, сол үйдің есігін кең қалдыру керек. Жақсы адамдар еркін кіре алсын» деп. Ол бір сәт үнсіз қалды. Сол мезетте оның көз алдына Айдананың бейнесі келді. Ауырған кезіндегі емес, тыныш, жұмсақ, өзіне тән кешірім сұрағандай жымиыспен. Толық тыныста Мақсат терең тыныс алды. «Сендер керемет үй тұрғызыңыздар, Ілияс. Онда биік табалдырық жоқ, тар баспалдақ жоқ. Онда еркін тыныстауға болады. Бір-біріңді сақтаңдар, не болса да нандарыңды бөлісуді ұмытпаңдар. Бумеранг әрқашан қайтады. Жастар үшін». Ол бокалды түбіне дейін ішті. Жүзімнің дәмі таңдайын жағымды қышқылдықпен шарпыды. Кеш қарайғанда аспанда отшашулар гуілдегенде Мақсат ашық террасаға шықты. Салқын ауа жүзін сергітті. Ол тас қоршауға сүйеніп, қараңғы судың бетінде ойнаған от сәулелеріне қарады. Жанында Айсұлу үнсіз келді. Ол иығына жасыл орамалын жамылды. Мақсат үндемей пиджагын шешіп оның иығына жапты. Ол алғыс айтып жақынырақ келді. Иықтары тиісті. «Әдемі ұшып жатыр», деді ол жай ғана. «Ұшып жатыр», деді Мақсат. Ол биік жағалауда тұрып, аяғының астындағы жердің мықтылығын сезінді. Көп жылдардан бері алғаш рет оның жүрегінде кінә да, қорқыныш та жоқ еді. Мақсат өз ауыртпалығын босатты. Ол өмір алдындағы барлық қарызын өтеді. Алда оны тыныш, жарық қарттық күтіп тұр еді. Жаңа пәтерінің балконындағы геран иісімен, театр бағдарламаларының сыбдырымен және дәл қасында тұрған әйелдің жылы күлкісімен. Сол баяғы суық Қаражар автобусында лақтырылған бумеранг жылдар бойы көз жасы, үміт пен сенім арқылы айналып келіп, ақыры қарт жұмысшының қажыған алақанына қайта оралды. Ақшамен емес, қызының аман қалған өмірімен және өзінің қайта тапқан жан нұрымен. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарийге қай қаладан тыңдап отқандарыңызды жазып кетіңіздер. Және де міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.